Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен түрік халқының сүйікті асы жасымық сорпасының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тағам өте пайдалы болып келеді, әсіресе балаларға берсеңіз, миының дамуына жақсы әсер етеді. Оған керекті заттар әрқайсымыздың үйімізден табылатын картошка, сәбіз, пияз қолданылады. Ең алдымен сары майды қазанға салып қуырып аламыз. Зәйтүн немесе көкөніс майын қолдансаңыз да болады. Қызған майға пиязды салып қызартып қуырып аламыз. Осы орайда кішкене ұн салып жіберсеңіздер де болады. Келесі қызарту үшін томат саламыз. Одан соң көкөністерді, яғни сәбіз, пияз, болгар бұрышын қоссаңыз болады. Жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне су қоямыз. Сорпа қайнағанша жасымықты жуып дайындап қоямыз. Жасымықты көкөністермен қуырып салсаңыз да, немесе қайнап жатқан сорпаға салсаңыз да өз қалауыңыз. Міне сорпамыз қайнады. Енді жасымықты жақсылап жуып алып, сорпаға саламыз. Келесі тұз және де дәмдеушілерден қара бұрыш, қызыл бұрыш, сельдерей және де базилик атты дәмдеушілерімізді салып араластырамыз. Сорпаны 1 сағат көлемінде қайнатамыз. Қайнап дайын болған сорпаны блендермен еземіз. Егер блендер жоқ болған жағдайда, дайын сорпаны іше беруіңізге болады. Жасымық сүт пюресі ең тез дайын болатын тағамдардың бірі. Сізге де жасап көруге ұсынамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Басқа да пайдалы рецепттерді көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.